Кей өңірлерде су басу қаупі төніп тұрса, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Келінтөбе ауылындағы жаңа мектепте ауыз су жоқ. Мұғалімдер мен оқушылар тіршілік нәрін даладан тасып ішеді. Олар түгілі 5 мыңға жуық тұрғыны бар бүтіндей бір ауыл ауыз суға мұқтаж. Тілші материалында толығырақ. Скважинаны көріп тұрсыздар. 3 миллион 130 мыңның теңгенің ақшасы мемлекеттің қаржысы жоқ болады. Мемлекет береді. Өкіметке өкпеміз жоқ. Мынандай мектеп салып береді, мынандай су қазып береді, ақшасын береді, бірақ оны біреулер жеп кетеді. 900 бала сусыз отырады. Келінтөбеде жаңадан салынған нөмір 192 мектебінің бүгінгі жайы осындай. 1 миллиард 300 миллион теңгеге салынған оқу орнына ауыз су тарту құрылыс сметасына кірмей қалған. Мердігер мекеме білім ошағының жанына дейін әйтеуір құбырды жеткізіп беріпті. Осыған тәуба дейді тұрғындар. Ауыз су мәселесі жалпы қиын. 2 сағаттан артық су жоқ. Азаматта сол 2 сағаттың ішінде аламыз, қалғанымызда су болмайды. Биліктегілер болса, тіршілік нәрінің жетіспеушілігі жуық арада шешімін табады деп отыр. 14 миллиардтың жобасына Талап Сырдария су жүйесін құруға жаңғыз біздің Келінтөбе ауылы емес, ауылдағы бүкіл елді мекендерді қамтамасыз етуге қаржы бөлінген. 14-15 миллиардтың жобасындағы сол қосылады, 15-16 жыл қосылады деп отыр. Сол қосылған кезде бүкіл ауыл сумен қамтамасыз етілуге, соның үшін мектепте қамтамасыз етілуге тиісті. Келінтөбедегі қос су қоймасы аздық етеді екен. Сол себепті тұрғындардың мөлшерлеп аққан тіршілік нәріне шүкіршілік етіп отырудан басқа амалдары жоқ. Гүлназ Бейсен, Қайрат Мырзабай, Қазақ Ньюс, Қызылорда.